Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай әдемі көріністе гнездо глухаря деген салат рецептімен бөлісемін. Қараңыздар, осындай күшті керемет болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен картошкаларымызды осылай теркадан майда етіп шығарып, майда қуырып аламыз, фрай етіп, бірінші жуып аламыз, содан кейін барып сүлгіге немесе марлының үстіне қойып, үстіндегі суыны кептіріп аламыз, басып. Қызып тұрған майымызда осылай картошкамызды салып пісіріп аламыз, фрай етіп, қып-қызыл етіп, жаңа көргендеріңіздей. Бұл жерде бұл салатқа бізде 2 штук картошка жеткілікті. Бетіне сәндегенге және де ішіне салғанға 3 штук огурцы, зелень керек болады, 5 штук жұмыртқа, 300-350 грамдай піскен ет, қайнатылған жаңағы дайындап алған фрайымыз, және де консервада кукуруз керек болады. Енді қазір осылардың барлығыны бірдей етіп кубик етіп турап аламыз. Міне, сіздерге айтқандай барлығын кубик етіп турап аламыз. Өте дәмді, күшті салат болады, жасап көріңіздер. Ыдысымызға картошка фрайымызды саламыз. Барлығын салмаймыз, бетіне сәндегенге де кішкене алып қаламыз. Қалғанын салып, туралған етімізді саламыз. Еттің орнына колбаса салсаңыздар болады, немесе тауықтың төс етін қайнатып пісіріп салсаңыздар да болады. Бұл жерде бадреңді барлығын осылай кубик етіп турап аламыз. Және де жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның сарысын салмаймыз. Сарысыны бетін сәндегенге алып қаламыз. Тек қана ағыны ғана тураймыз. Және де бізде консервадағы кукуруз, жүгері саламыз. Жарты салсақ жеткілікті. Барлығын салсақ көбейіп кетеді. Енді дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар. Және де майонез, осы Трижеланияның майонездердің дәмі күшті болады салаттарға. 2 қасықтай салып, жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды тез дайын болады. Жиынталы салат болады тағы да. Қонақ келген кезде де жаңағы көрсеткенімдей етіп, әдемілеп сәндеп қойсаңыздар, дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын салат болады. Дәмі де өте керемет. Араластырып аламыз, бәрін біркелкі болғанша. Бізде почти салатымыз дайын. Енді өздеріңіз жаңағы бетіне қойылатын гнездо глухаря деген салат қой, соның бетіне жұмыртқаның ішіндегі сарысымен майонез саламыз, және де ішіне зелень салып, осылай турап езіп аламыз да, домалақ жұмыртқа сияқты етіп шариктерге дайындап аламыз қолымызбен. Алдымен бірінші осылай жақсылап біркелкі етіп, осылай мұжып аламыз, дайындап езіп, вилкамен тез болады. Жаңағы айтқандай домалақ шариктер жасап аламыз, жұмыртқа сияқты етіп. Бұл бізге қазір салатымыздың үстіне сәндегенге керек болады. Енді тарликаларымызға салатовый лист салсаңыздар болады. Салат салатқан кезде өте әдемі көрінеді. Сәндеп салғанға өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жаңағы дайындап араластырып алған салатымызды салып, үстіне көптеу етіп салыңыздар. Әдемі көрінеді. Салып домалақ етіп тегістеп алыңыздар. Бетіне жаңағы алып қалған картошка қуырылған фрайларымызды осылай бетіне төсеп аламыз. Гнездо глухаря деген жаңағы құстың үйі деген салат қой. Сондықтан бетіне осындай фраймен жаңағы жұмыртқаларды қоямыз, әдемілеп. Бетіне укроп қоямыз. Бетіне укроп қойып, жаңағы домалақ етіп жасап алған шариктерімізді қоямыз. Осындай өте әдемі, күшті болады біздің салатымыз. Дәмі де, өзі де әдемі көрініспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецептілермен бөлісемін. Сіздермен келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.